Уиллард Кристофер, Уилл Смит, Американ актері, хип-хоп орындаушысы, 2 Оскар, 4 алтын глобус және бірнеше Грэмми сыйлықтарының иегері. Бірінші некесінен бір баласы бар. Екінші рет Джадда Пинкеттке үйленген. Бір ұлы және бір қызы бар. Ұлы Джейденмен бірге Погоня за счастьем фильміне бірге түскен. Ал қызы Уилломен бірге Мен аңызбын фильмінде бірге көрінген. 80 жылдардың аяғында ол хип-хоп дуэтінің мүшесі ретінде танылған. Кейін танымал Prince is Beverly Hills телехикаясында басты рөл сомдаған. Қазіргі кезде басқа да кино жобаларға қатысуда. Отбасы және жеке өмірі. Анасы Керолайн мектеп мұғалімі болып, ал әкесі Уиллард Кристофер Смит инженер болып жұмыс істеді. Уилл 13 жасында болғанда ата-анасы ажырасып кетеді. Уиллның өзі 1995 жылы бірінші жұбайы Шерри Зампионмен 3 жылдан кейін ажырасады. Оның ұлы Уиллард Кристофер Смит 3 анасымен қалады. 2 жылдан кейін 97 жылы 31 желтоқсанда Смит өзінің жақын құрбысы Джадда Пинкеттке үйленеді. Джаддан Смиттің 2 баласы дүниеге келеді. Ұлы Джейден Смит және қызы Уиллоу Смит. Қызымен бірге Мен аңызбын атты киноға, ал ұлымен Бақыт жетегінде атты фильмге түседі. Фильмографиясы 90-96 жылдары Беверли Хиллз ханзадасы. Рөлде Уилл. 92 жылы Ағыспен 100. 95 Жаман жігіттер. 96 жылы Тәуелсіздік күні. 97 жылы Қарадағы адамдар. 98 жылы Мемлекет жауы. 99 жылы Жабайы 5. 2000 жылы Вагер Ванс аңызы. 2001 жылы Әли. 2002 жылы Қарадағы адамдар 2. Бақытты аңсау. 2007 жылы Мен аңызбын. 7 өмір. Қара киімділі Рүш. Біздің заманымыздан кейін тележүргізуші 2. Тағыдағы қайырлы күн. Любовь сквозь время. Фокус. Защитник. Жанкештілер жасағы. Призрачная красота. Яркость және Аладдин. Осылайша біздің қысқаша видеомыз аяқталды. Кинокөр арнасына жазыл, лайк бас, қош бол.